Енді міне 5 ай жүрген сот бітті. Махат Нұраханды 6 жылға жіберді. Өзіміз түсінбей қалдық не болған. Енді біресе не жыларымызды, не қуанарымызды білмей қалдық. Баламызды рақымшылық президенттің указымен нетіп, сот ағаға рахмет, мырзаға әділдігін жазып, баламды шығарды. Оны енді Нұреке отырды деп бір қайғы ауыр бөліп қала жадым. Енді балам шықты деп бір қуандық. Енді деген міне 15 күннен кейін қайтадан прокуратура баламды мынау сот мырза дұрыс жазбаған, он ошибся деп жазып қойған еще. Он ошибся деп мен баламды 7 жылға жібереміз деп қайтадан не протест жазып жатыр. Бұны қалай ойлауға болады? Сонда біздің Жамбылдың біздің құқық қорғау осы біздің сотрудниктер, прокуратуралар сонда не сотты бағынбайды, не президенттің рақымшылығына бағынбайды. Махатовтың ұрын бұтағын біратала құртайын деп баланы қайтадан сүйреп кіргізейін деп жатырмыз. Соны түсіндіріп айтыңдаршы. Мен түсінбедім. Қаяққа барамыз, не істейміз? Протесттің нелерін бәрімізге қолымызға берді ғой. Адвокаттар дайындалып жатыр, енді бірақ оларды тыңдамапты да. 4 адвокат, мен деген Жамбылдың Тараздың адвокаттары мықты. Оларды деген құлақ аспайды даже бұлар. Тыңдамайды да. Прокуратураның еш нәрсе үндемей отырады да, сосын өз істегенін істей береді. Міне 5 ай сот болды. 5 ай балам бостан босқа әкесіне тіркеп шығарады, сотқа қайтадан кіргізеді. Бір свидетель болмады, ойпырмай. Сосын ең ақырғында екеуіме, үшеуіме анау сотовый свидетель дейді ғой, анау көрсетпейтін. Сол свидетельдерді қойды. Уже конце суда. Уже не істерін білмеймін мына қанатқа. Ол свидетельдер ең қызығы бар ғой. Мынау 1-2 свидетельдер Нұрекелерге, қасындағы отырған балдарға ашық береді де. Менің баламнан қорқама, не сотовый болып, не жабық өзін көрсетпей куәгер против балама береді. Ашық күйеуме береді, балама көрсетпей не береді. Бұлар не сұмдық, бұл не істеп жатыр, заң қайда, қаяққа барамыз? Мен білмеймін, анау президентке Астанаға барып, сол жерге өз-өзіміз жағамыз ба, не істейміз? Ел кішкене болса да осы жерге назар аударса, мен қанша сұрандым, независимый комиссия жібеңдер, бұл жерде бір сұмдық болып жатыр деп. Шашал десе бас алып жатыр. Қандай жігіттерді басын жалған преступниктарды 272-ші біріншімен отырған. Олар деген 4-і, 5-і, 6-сы сол жерде участник болып жағып қиратқан балдарды келіссе, егер ана шалға көрсетем деп, оларды үйғамаққа шығарып, оларды свидетель қылып отыр. Адвокаттар айтты, бұндай мүмкін емес деп, преступник, который должен солармен бірге отыруға, мына жаңағы Нұрекелердің қасына преступник қылып отырған, оларды деген свидетель қылды. Оның бәрін ашып, о балдар айтып жатыр, байқұстар. Бізге сөйтіп айтты, біз келіспегеннен кейін осы жерде отырып деп шырылдап жатыр. Көріп жатырған шығарсыңдар, не болып жатырған. Енді мына баланы Құдайға тоба, ең болмаса мына балам шықты ғой, Құдайға тоба деп үйге келді ғой деп қуансам, енді мынандай қылып отыр. Қайтадан 7 жылға жібереміз деп. Бұл баланың не жазы бар, айтыңдаршы. Әкесін іздеп барды ғой, болды, никакой преступление жоқ. Мен білмеймін, маған неше түрлі қылып айтады. Бір білетін жігіттер. Ой, ол заказ, біреуінің заказы дейді, Махатовтың түбін құртуға. Осы Жамбыл бойы бір беделді адамды ұстап, осы организация деп істеп беру керек. Бұларға өздеріне бір не болды, награда ма, немене, солар үшін істеп жатыр дейді. Мен білмеймін. Мен сендердің істеп жатырған істеріңді білмеймін, түсінбеймін. Бірақ аспанда Құдай тұр ғой. Ана шал деген әрен отыр, ауырып отыр. Мен күніге кірем, жүрегім ауырып, өлейін деп шығамын. Бұл не сұмдық? Енді өлігін сояқтан шығарайын деп отыр ма?
Енді тоба деп айтып, енді міне бәріміз еркексіз қалдық. Үйде деген тірлік істейтін, жұмыс істейтін, ана балдарды бағатын адам керек деп, Құдайға тоба балам шығып мен қуансам, о баланы 7 жылға жібереміз. Анау судья ошибкамен жіберіп қойыпты деп жатыр. Анауын жазып қойған қағазға. Бұл не деген сұмдық? Сонда балам ешқандай нәрсе істемес, әкесі үшін барған үшін никаких доказательств не было. Міне қазір күйеуім 1 жыл, міне 5-ші ай отыр. Балам 1 жылдан аса отырды. Оның арасында 5 ай сот болған кезде они ничего не могли доказать. Жоқ. Реально ештеңке жоқ. Әшейін анау аспаннан алып, мына базарда отырғандай статьяларды леверген. Ана статьяны оқыса, мен понимаю, анаяқта Астанадағы президент, жоқ қасында отырған депутаттар, мынау прокуратурама кім бе, следовательдердің жазғанын оқыса шошиды. Мен өзім оқып шошыдым. Жоқ, бұл менің күйеуім бес, бұл менің балам бес, бұндай сұмдыққа бармайды деп. Соның бәрін біреусін не доказали? Единственное, преступник балдар, которые су тасыған, бензин тасыған, солардың бәрін преступник балдарды Нұрекеге свидетель қойып қойды, балаға свидетель қойып. Бармаған жеріміз жоқ қой. Қаяққа барамыз енді? Балаға енді бастап жатыр, мен не істеймін? Мен баланы бұлай үндемей отырмаймын ғой, оны сөйтіп беріп. Енді күйеуім, мына жерде паркта отырсыңдар. Осы таразда қанша еңбек істеді. Елім, жерім деп тірлік істеп, қарыңдаршы. Жүріңіз, мен істеген тірліктерін айтайын, проектін айтайын. Сонда сол үшін рахмет па үкіметтен? Не үшін оны сондай 6 жылға сондай қорлап? Ең қызығы, сол жердегі отырған балдар бір статьямен отыр. 271-мен балдар отырды ғой. Оларға 5 жыл береді де, біздің Махатов Нұраханға 6 жыл береді. Не үшін? Қария адам үшін ба, сыйлаған үшін ба, жоқ құрметті азамат деп сыйлаған үшін ба, сол үшін 6 жыл бере ма? Бұдан кейін мынау жерде қазақ жігіттер қалай олар осы жерге жақсылық істеп, осындай тірлік істейді. Егер көзімен көріп отыр әділсіздікті. Әділсіздік просто страшно нәрсе болып жатыр. Мен білмеймін. Бұл вообще мен слов нет, қанаттан кейін слов нет. Бұлар президентке де бағынбайды. Судьяның решениесіне бағынбайды. Олар ошиблись деп қайтадан 7 жылға жібереді. Сонда тегін бұлар отыра ма? Әр нәрсенің сұрауы бар ғой, судың да сұрауы бар. Ол арызды нені ештеңкені бастаған жоқпын. Әлде болса ойлап отырмын. Ертең деген адвокаттар дәлелдеп, ешқандай свидетель жоқ, ешкім жоқ, еш нәрсе жоқ. Өтіріктен өтірік неше түрлі 5-6 статья қосып тастаған ғой, іліп тастаған ғой. Білесіңдер ма? Анау неде шақырған кезде, анау сот кезінде, анау следовательдерді. Анау атын ұмытып отырмын. Ұялмай қызармай айтады, біз ойланып сондай шешімге келдік дейді. Бұлар организаторы деп. Значит, общество просто 5-6 адам отырғанда қайсын құртайық деп, осындай болды ма? Или спецзаказ ба бұл, түбіне жетейін деп. Жоқ, шалдың өлігін күтіп отырсыңдар ма, түрмеден шықсын деп. Соны күтіп отырсыңдар ма? Бұл сұмдық қой. Ладно, шалды алдыңдар 6 жылға. Білгендерің істеңдер деп отыр енді. Бір адвокат бірінші құда, екінші адвокаттарға сеніп отырмын. Ертең айтатын шығар, тағы да бір рет соттардың алдында айтатын шығар әділдігін деп. Енді баламда нелерің бар? Семьяға бір еркек тастаңызшы, қалдырыңдар. Бұл репрессия ма, не деген сұмдық? Қазақтың түбіне жетейін деп отыр ма, не böyle? Енді бұлар не істеп шығады екен? Бұлардан бәрін күту, қазір бір 10 жылға бірақ жіберер бұлар, мына түрімен, баламмен әкесін қосақтап. Анау әр сотруднигі, анау жерде далада менің анау шоферімді, племянниктерімді ұстап алып, сендерге көрсетеміз, докажем, бәрі отырғызамыз деп, бізді күлкі мазақ қылып, анау мышық тышқанмен ойнайды ғой, сондай қылып отыр. Қазір шыққаның өзінде біздің семьяда тыныштық жоқ, бәріміз қорқамыз. Сөйлеуге де қорқамыз, тұруға да қорқамыз. Анау жерге бір нәрсе тастайма, машинасына тағы да бір нәрсе тастайма деп, уже бәрін бізді қорғайтын адамдар, әшейін қарапайым адамды қорғайды, осыларға сенеміз деп, қарапайым адамдар біздер, мысалы, мен сеніп жүргем, осы күнге дейін құқық қорғаушыларға сеніп жүргем, бізді қорғайды деп. Олар деген
басқаша істеп жатыр ғой, бәрін құртып жатыр ғой, қазақтарды шетінен құртып жатыр ғой, шықпайтындай, бас көтермейтіндей. Анау маған бір жігіт айтып еді, ой апай, сізді деген білесіз ба не үшін? Ол показательный, күйіңіз показательныйға түсті деп. 30 жыл тағы да басым көтермесін деп, қорқытайын деп істеп отыр олар, специально деп. Мүмкін сол шығар. Ал мен басым кесіп тастаңдар. Мен апарып отырғызып қойыңдар Нұрекеңнің қасына. Мен барымды айтып жатырмын, шындығымды айтып жатырмын. Бірақ сендер білем мен, балдарыма тиісесіңдер. Құрметті президент мырза, мен білесіз бе сізден бір жылдан аса сіздің есіңізге алдына барып, ақ үйдің алдына барып, ол үйді айналып өтіп, мына 2-3 рет айналып өтіріп, бір кішкентай бір коморкаға бізге айтты, сөзге кіріңіз да, заявлениеңізді беріп кетіңіз, хатыңызды деді. 3 рет барып бердім, бір ответ болған жоқ. Неге қазақтардан қорқасыңдар, өз еліңнен неге қорқасыңдар? Мен сияқты адаммен әшейін сөйлесіп, мынау неге, мына кемпір неге шырылдап Астананың ортасында шыжыған күнде өлейін деп, өзім сахарный диабетті, міне қазір өзім әрең сөйлеп отырмын қазір. Мына кісі неге жылап жүр? Неге бізді айналып жүр? Жоқ, еш нәрсе жоқ. Мен кіре алмадым. Анау бір кішкентай бір сейф, сорлы анау неге елге әшейін бір кішкентай комната. Оған 2 адам сыймайды анау, неге беретін болса, жалобын береді. И сейф жерде тұрған. Соның 3 рет салдым. Бір ответ болған жоқ. Олар наоборот мына неге жібереді? Ана Астанадағы прокуратура, мына Мынияқтағы прокуратураға жібереді. Олар қуана-қуана маған ответ береді. Олар отырғысы келіп отыр ғой. А неге осы байқұс неге шырылдап жүрмін? Мына адам не істеп жүр бұл жерде ақсандап? Бұл неге независимый комиссия жіберіп, тексерейікші, көрейікші, басқа жақтан келсін. Мен уже неше түрлі нәрсені сұранып жатырмын, ашық қараңдар деп. Оны деген ол хаттардың бәрін мына жаққа жібереді. Депутаттарға да бердік, прокуратураға да салдық, бәр жерге бердік. Оны асқа түсіреді. Бұлар деген, бұлар именно өздеріне жібереді. Олар соны пайдаланып, бізді біратала құртайын деп отыр. Ешкім ештеңе істей алмайды бұларға. Пока ана сыртынан келіп тексермесе, ба кім ол? Мен білмеймін қай жаққа баруға еще. Өздері осындай ерекстіріп отыр. Тып-тыныш тұрған семьяны талқанын шығарып, жұмыстарының бәрін бытшын шығарып, мен немерелерім бар. Балдарым өсті, Құдайға тоба, өзімен өзі тұрар. Немерелерім бар. Тиындап жинап, күйеуім 40 жылдан аса бәр дүниесін бытшын шығарып, талқанын шығарып, тағы да жақсы, анау меншік деп апты офисті қайта-қайта суретке түсіріп. Одан кейін мен лично өз көзіме оқығам, мына президент мырза, мында бір рахмет, ол указание берді. Пользуясь положением, до меня доходят слухи, что по всему Казахстану рейдерский захват идет. Пользуясь этим немен деп, январскими событиями деп, осындай предпринимательді. Қасықтап жинаған әберін шелектеп төгіп отыр ғой бұлар. Қалай сенуге болады? Айналайын, мен деген шындықтан басқа ештеңе айтпаймын. Өйткені мен анау төрімнен гөрі жерім, мына молам жақын. Мына түрімен мен қай жерде өлетінін білмеймін. Соңғы сөздерім шығар сендерге айтып отырған. Бұл қорқатын ештеңе жоқ. Елім, жерім деп айналайын. Депутаттар бар, президент мырза бар. Бәріңіз кішкене болса, мына кішкентай таразға көзіңізді аударып, назар аударып қарамайсыңдар ма? Қанша ел зарға қысап жылап жүр. Бұл деген вообще сұмдық. Білмеймін не айтуға уже. Құрметті көрермен, каналға жазылып, бейнені бөліс отырыңыздар. Сонымен бірге тәуелсіз журналистиканың дамуы үшін көмек көрсетіп донат жіберіңіздер. Банк шоттарымызды бейне материалдың соңына және комментке қалдырдық.